Сонымен әлем чемпионаты да аяқталды. Оның қорытындысы Аргентина чемпион атанды. Ал біз бүгін Қазмұнайгаз IPO-сының қорытындысын жасайық. Ал алда 2022 жылдың қаржы нарығына шолу жасап, жалпы жылды қорытындылаймыз. Лайк басып, каналға жазылыңыз. Бұл Инвест, біз бастаймыз. Қазмұнайгаз IPO-дан қанша ақша тарталды? Бұл видеодағы деректердің барлығын Касси сайтында жарияланған IPO-ның алдын ала қорытындысы бойынша шығарылған пресс-релизден алғанымызды атап өткен жөн. Яғни мұндағы ақпарат Касси биржасына тікелей қатысты. Қазмұнайгаз IPO-сы тек Кассиде ғана емес, сонымен қатар AX биржасында өткенін атап өткен жөн. Қазақстан қор биржасы Қазмұнайгаз жай акцияларын IPO-да орналастыру арқылы Касси сауда-саттық жүйесінде 137,5 миллиард теңге тартылғанын мәлімдеді. Бұл осы IPO шегіндегі инвесторлардың қанағаттандырылған өтімдерінің жалпы көлемінің 89%-ын құрайды. IPO-ға қанша адам қатысты? Кассиде Қазмұнайгаздың жай акцияларына жазылу барысында инвесторлардан жалпы сомасы 141,8 миллиард теңгеге 121,770 өтінім келіп түскен. Самұрық-қазына сатушы акционер ретінде Кассиде жиынтық көлемі 137,5 миллиард теңге болатын 121,770 өтінімді қанағаттандыру туралы шешім қабылдады. Бұл ретте жеке және заңды тұлғалар берген барлық белсенді өтімдер толық көлемде, ал институционалдық инвесторлардың өтімдері ішінара қанағаттандырылды. IPO нәтижесінде жеке тұлғалар шотына 70,1 миллиард теңге, Кассиде орналастыру көлемінің 51% екенін атап өткеніміз жөн. Заңды тұлғаларға 12,1 миллиард теңге сомасына орналастыру көлемінің 8,8 бағалы қағаздары аударылды. Институционалдық инвесторларға тоқталатын болсақ, олар берген өтімдер көлемі 55,3 миллиард теңге. Бұл сома орналастыру көлемінің 40,2%-ын құрайды. Қазмұнайгаз акцияларын орналастыру Қазақстандағы жергілікті инвесторлардан тартылған инвестициялар сомасы және қатысқан инвесторлар саны бойынша рекордтық көрсеткішке ие болды. Яғни осы уақытқа дейін мұншалықты көп инвестор IPO-ға қатыспаған еді. Мысалы, Қазмұнайгаз акцияларына Кассиде сұраныс көлемі 2012 жылы халықтық IPO бағдарламасы шеңберінде орналастырылған Қазтрансойл акцияларына деген сұраныстан 2,5 есе асып түсті. Маңызды ақпаратта да атап өтейік. IPO біткен соң Қазмұнайгаз компаниясы жариялаған пресс-релизде қабылданатын өтімдерді анықтау барысында Қазақстан Республикасының азаматтарынан келіп түскен өтімдерге басымдық берілді. Олардың өтімдері қарастырылғаннан кейін қалған тұлғалардың өтімдерін қарастыру туралы шешім қабылданды деп мәлімдеме жасалды. Аймақтар қалай қатысты? Ең көп қатысқан аймақтар қатарында Алматы қаласы көш бастап тұр. IPO-ға қатысқандардың 31%-ы оңтүстік астанамызға тиесілі. Одан кейін елорда тұрғындары Қазмұнайгаз акцияларының 19%-ын сатып алған. Үштікті Шығыс Қазақстан облысы аяқтап тұр. Шығыс халқы IPO-ның 7%-ын құраған. Қалған облыстар бойынша ақпарат келесідей. Ақмола облысы 3%, Ақтөбе облысы 1%, Алматы облысы 5%. Атырау облысы 1%, Жамбыл облысы 3%, Батыс Қазақстан облысы 5%, Қарағанды облысы 6%, Қостанай облысы 3%, Қызылорда облысы 1%, Маңғыстау облысы 2%, Павлодар облысы 3%, Солтүстік Қазақстан облысы 2%, Түркістан облысы 4%, Шымкент 4%. Ал IPO-ға қатысқандар арасында тағы бір статистикалық мәліметке қарайтын болсақ, онда 69% акцияны ер кісілер, ал қалған 31% акцияға әйелдер иелік еткен. Достар, Инвест компаниясы жақыныңа акция сыйла науқанын іске қосты. Енді Жусан қосымшасы арқылы жақындарыңызға, достарыңызға Apple, Tesla сияқты танымал брендтердің акциясын сыйлауға мүмкіндік бар. Мысалы, 18 жасқа толған ініңізге әлде ұлыңызға болашақта құны өсуі мүмкін акция сыйласаңыз, сосын көп табыс алып келген сәтте сізге сол сыйлық үшін алғыстан басқа ештеңе айтпайтын шығар. Неге көбірек акция сыйламады деген десе, таңғалмаңыз. Толығырақ ақпарат әдеттегідей осы видеоның төменгі жағында орналасқан.
Сонымен бүгінгі видео темам лайк басып, коммент жазыңыз және міндетті түрде Жуса Инвест каналына жазылыңыз. Өйткені нарықтағы қызықтардың бәрі алда. Ал бар қызықтан қорғалмау үшін канал жазылушысы болған өте маңызды.